Çayqayımız biz şayqayımız. Al bizde күнде жағдай солай, ал сенде қалай жағдай? Ал бізде күнде жағдай солай, ал сенде қалай жағдай? Сәлем құрметті көрермендер, Жайдарма Лайв жобасы 2-ші бөлім, маусым ашар 2023-тің 6-шы күні. Дәл қазір біз Астана қаласындағы бұрынғы конгресс-холл, қазіргі таңдағы Астана филармония концерт залындамыз. Бұл жерде жоғары лигаға іріктеу ойындары болады бүгін бұйырса. Қазір редакторлық жұмыстар. Ал ұрпақ жұртқа мұрагер болған, құлындары құлагер болған, бай баласына тік сөйлейтін, би баласына нық сөйлейтін жайдарманшылар, ассалаумағалейкум. Естеріңізге сала кетейік, құрметті көрермендер, биылғы жылы жайдарман ойындардың талабы өте қатаң, бұрынғылардан 10 есе десем артық етпес, себебі бұрын кішкене жеңілдеу болатын, кішкене жұмсақтау болатын. Қазіргі жайдарманның рейтингі жоғарылаған сайын талапта жоғарылып, сапа да күшейіп жатыр. Бұл жақсы жағына деп білеміз. Жақсы, Аллаға шүкір. Сізді тағы да құттықтаймыз. Ресей мемлекетіне халықаралық көбені жоғары лигасына тағы да жолдама алдыңыздар. Екипежі командасы қолдап қойыңыздар, ағаларыңызға жақсы тілектер жазып қойсаңыздар, құрметті көрермендер. Сіздер кеше жоғары лигаға іріктеуге қатысуға жолдама алдыңыздар, бірақ қатыстыр ма? Қатысуға жолдама алдық, кеше сұрадық. Оның бәрі рас, ешқандай әзіл или там сарказм или там басқа да бір не емес, шынымен шабытымыз ашылып, шын ойнағымыз келді, бірақ та біз іріктеуге түсетін топтардың бірі ең дерзкий жігіттер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалдарың қалай? Күшті, брат. Сізді көргеніме қуаныштымын. Иә? Иә, серьезно. Мен де қуаныштымын. Материалға сомнение жоқ, ойын шешеді енді. Өз ойыныңа, өз ойын, командама еш қайсысына да еш күмән жоқ, еш біреуіне де. Өзімізге андай артық айтқандай болмаймыз, Алланың қалауымен болады ғой барлығы да. Бірақ енді алдын ала өзімізге мотивация беріп жатыр. Қандай команда түссе де, соңына дейін жігіттер. Ең бастысы өзімізге алмайтын ойын болу керек. Биыл қайтадан іріктеуге түседі. Былтырғы жылы халыққа қатты ұнағанына қарамастан, себебі тікелей жолдама алған командалар олар ширек финалдан жартылай финалға өткендер бар, ширек финалда ойнағандар бар, қалғандар қайта түседі. Капитандар қайда? Жүр, музыка тыңдап жүр. Музыка тыңдап жүр. Ол в основном музыка арқылы не болатын сияқты, өзіне күш алатын сияқты. Настрой солай береді оны. Сондықтан да жеке-жеке таныстырып кетейік, аты жөндеріңіз. Есімім Шыңғыс болады. Мирас. Айтқали. Парасат. Сұлтанбек. Жақсы, Жалғасбек. Сен қайда жұмыс? Мен компанияда. Некен айтпайсың? Фильтр пылесос керек болатын болса хабарласыңыздар. Кез келген ном Greenlight компаниясы Rexfat дейтін. Су тазартасың ба? Иә, су тазартамыз. Таза су ішеміз. Номерің? 778-930-1453. Кімнің үйіне орнаттың танымал адамдарды? Тұрсынбек Қабатов деп айтып берейін ба жадырмға? Тұрсынбек Қабатов. Тыныш жүр. 20-да сығамайсыз? 2020-дағы сіз неде алаңда адам көп жерде шығып КВН-нен ба? 2020-да чемпион екінші орын алдық. Вице-чемпион? Вице-чемпион. Қай командамен? Грант Орал. Жігіттер ренжіген жоқ па басқа командаға кетіп қалғаныңызға? Ол уақытта бітті ғой, уже уақытына келген кезде бұйырса қайтадан бастап қатысам иншалла. Кету, жоғары лигадан іріктеуден өту, тура бір финал болмаса да жартылай финал сияқты болып жатыр. Егер өтпей қалсаңыздар, премьер-лига берсе? Премьер-лига берсе ойнамаймыз. Ал келесі маусымға келу? Скорее всего жоқ, өйткені уже жас 28-де, уже семья, үй, бағдарда жұмыс дегендей. Сондықтан да биыл өту керек қалай болса? Иә, биыл соңғы шабыстап келдік. Қой, шатыр! Құрметті достар, биыл маусымға қайта келген шатыр командасы. Қазір жайдарман осындай. Қош келдіңдер жігіттер. Рахмет. Жайдарманға келмей келеді. Тихо, ребят! Неше маусым болды келмей келіп?
бір маусым 2021 ойнаған жоқпыз, иә. 20-да ойнадық қой, біз түшіп кеттік қой. 21-де ойнаған жоқпыз. 22 тур ойнаған жоқпыз, получается. 2 жыл ойнамадыңыз? Иә, 2 жыл ойнаппыз ғой, оказывается. Енді келдік, 2 жыл ойнадық. Настрой бешеный. Шатырды күтіп отқандар көп. Иә, естідік. Достар, тағы да бір керемет қуаныш. Марат Сәрсенбаев қайта маусымға оралды. Бірақ биыл шығыстың намысын қорғайды десең. Әзілдеп жатырмын, өзің таныстырып қойсаң. Ернұр Дүйсен, әуес құрамасы. Рахмет. Ұнап жатыр. Алғаш рет келіп тұрғаным, алғаш қатысып тұрмыз Жайдарман программасына. Мені шақырған, осы жерге құрметтеп шақырған ол ұлым Ернұр. Осы мына жаңағы Жайдарманнан басқа да жерден көп адамдар көтеріліп жатыр, көріп жатсыздар, иә мысалы. Сол сияқты осы мені алып келген осы менің жігіттерім де сондай биіктерден көрінсе деген үміттемін енді. Жұлдыз болған қалай екен аға? Жұлдыз болған жақсы екен. Жұмыс істеген келмей қалады. Керемет маусым, күшті прям. Команда состав сол ма? Сол баяғы. Демеуші бар ма? Демеуші бар. Былтыр енді бағлансыз біраз уақыт өзің ойнадың. Зор кетті бірақ. Мен де сол негізі дұрыс болды деп айтқым келген. Баланға өзіне бетіне айтуға сәл неғып жүрген ғой, момент туып тұр. Микрофон айтып беріңізші соны. Бағлансыз да өте жақсы ойнаған абырой. Так что ешқандай қиындық болмайды деп ойлаймыз. Тағы бір келмей қалса, иә? Двойной усиление. Қалай, енді жоғары лига бірінші рет өтеге түсіп отырсың ба? Иә. Бұйырса. Состав өзгеріп кеткен байқаған бойынша. Состав өзгергенде бірінші рет қой. В общем, әртүрлі составпен келедік. Осы составты бекітіп, әйтеуір Құдай қаласа деп. Иә. Құрметті достар, Жайдарманның продюсері Жанасыл ағамыз. Жақсы ойдағыдай, негізі былтырдан бастап біраз өзгеріс жасап көруге тырыстық. Яғни бұл маусым ашарды бір үлкен праздник, яғни балдардың келіп бір бас қосатын үлкен демалып кететін ортасы жасауға тырысып жатырмыз. Өйткені былай қарасаң, ар жақтан миллион подписчик бар жаһан келеді да, мына жақтан ауылдағы мектептегі бала келеді да, Инстаграм енді ашқан. Сол екеуі бір ортаға келіп, яғни жиналған кезде бір-біріне бір мүмкіндікше тәрбие беретін, мүмкіндігінше бір қызықты эмоциялар сыйлайтын сондай бір орта жасағымыз келіп жатыр. Қарасаң, үлкен танымал, Қазақстанға танымал медийный балдар осы іс-шараға қазір бір аптаға кәдімгі демалуға келеді. Бүкіл жаңағы іс-шарасын, съемкасын, тойларын тастап, кеше Қабдулла айтып жатыр, шетелге демалысын да отмена қылып осы жерге келдім дейді да. Жұмыстарын сырт тастап, иә. Біз сондай бір әдемі орта жасағымыз келіп жатыр. Басқа концертіңіз, жобаңыз болуы мүмкін, бәрін қойып келесіздер. Не үшін, не тартасыздар? Бұл нәрсе бір жаңағыдай үлкен бір магнит қой, оны айта алмайсың бар ғой. Жаңағы кезіндегі жаңағы Жайдарманға деген махаббат қой, жібермейтін. Сол нәрсе ғой, жібермейтін. Әйтпесе жұмыстардың бәрін амал жоқ ысыру керек болады. Маған жұмыс болса да сыртпайсың, өйткені баяғы бір сол кезде сезіп қалған бір дәм бар, оны зрительдер түсінбейтін шығар, КВНщиктер түсінеді ол нәрсені. Сол дәм жібермейді мына жерге, қайта-қайта тартып тұрады. Сол үшін бүткіл жұмыстарды ысыру керек болады. Сөйтіп келеміз. Себебі осы жағдайға жеткізген бір себептердің бірі бұл КВН дейтін. Сахнаға тұруды үйретті, сахнаға сөйлеуді үйретті. Қалай айтсам, осы жақтан дос таптық. Осы КВН арқылы біз осы дәрежеге жеттік, бір сөзім айтқанда. Бар енді, аурулар бар. Ауыратындар бар. Мен мысалы ауырамын. Жақсы жағынан. Ирам, құтты болсын, жақсынан ауырамыз. Міне, мұнақта уже жазылмайтындар. Жазылмайтындар. Ностальгия. Балалық шақ, жастық шақ, ешқандай уайым жоқ, ештеңе жоқ, ақша жоқ, тамақ жоқ, жататын жер жоқ, подъезге қона салып. Соның барлығы бұл ұмыттырылмайтын нәрсе. Сол нәрселерді есімізге аламыз, есімізге түсіреміз, достарымызды көреміз, қанша жыл бірге ойнаған, күлген, бірге жүрген. Сол себептен осы жерге бәріміз жиналамыз. Сол үшін сағынамыз, Есін ағаны сағынамыз. Сол бір кездерді сағынып, есімізге түсіру үшін ностальгия бізді осы жерге алып қойды. Рахмет. Біз Жайдарман наркоманымыз. Жайдарманмен ауырып қалғанбыз, наркоманбыз да. Бірақ наркоман деген сөзді басқаша жақсы жағынан түсініңіздер. Жақсы жағынан ауырып. Сөзінше керек, бәріміз осы үшін келеміз негізі. Жайдарманды қой алмай келатқанымызда содан шығар. Ләззат қой, рахат қой осы. Мен ойымша бұны басқа Жайдарман қатысушы адамдарға түсіндіру қиын сияқты, иә? Оны сөзбен жеткізу мүмкін емес, иә. Сол үшін бұл кайф. Бұл ортаны сезіну керек. Ол мына кезден бастап, сол ортаға кірсе, сезінеді ғой бірден барлығы. Мен енді шынымды айтсам, бір шетінен қазіргі Жайдарман қалай болып жатыр екен өзі. Біз ойнаған мен енді адамда бәрібір іштей салыстыру болады ғой бір енді. Біздің кездегі ол бәрібір енді ол мен үшін бәрібір мен кезімдегі күштен. Ол себебі ол жердегі менің достарым бар, ол жердегі
мына араласу бөлек енді қазір сіздердің замандарыңыз енді өздеріңіздің достарыңыз бар, осы сіздерге қызық деген сияқты. Бірақ мен осылай келдім да, бірақ мен қате ойлап, бірақ осы жастардың заманында да келіп, күшті мен бір жасарып атқан сияқтымын бар ғой. Мен қазір биыл 40-қа келіп жатырмын да, бір өзімді бір 20 жасар бала сияқты сезініп жатырмын. Керемет, өте керемет ащы. Қойып кете алмаймыз. Жайдарман өмір. Сынақ айтқандай, өмірдің бөлігі сияқты. Өмірдің бөлігі. Мен мектебім ғой, Жайдарман болмаса мен қазір ондай жетістіктерге жетпеуші едім деп ойлаймын. Ишан аға менің ұстазым, Жайдарманда осы бүкіл зал ол менің достарым деп ойлаймын. Сондықтан да Жайдарман деген келмесең ұят болады ол. Сол ғой, Жайдарман тартады қалай дегенмен. Сахнада алғашқы іріктеудегі А тобының 3-ші командасы өнер көрсетеді. Шайқаймыз, біз шайқаймыз. Шайқаймыз, біз шайқаймыз. Қалай қолдады сіздер көрермендер? Андай керемет қолдауда, барлығы қолдап. Жоспарлаған план бойынша қаншалықты ойдағыдай болды? 80%. 80%. Қалғаны сәл жетпей қалды ма? Сәл жетпей қалды, я. Молодцы, қалай болды? Өте күшті эмоциядан жасыра алмай тұрық. Тамақ қарылып қалды кәдімгідей. Бірден айтайын, жоғары лига құтты болсын. Рахмет, брат. Сезон өктем. Көшке құтты болсын деп. Ол жоқ, әлі айтқан жоқпын. Жоқ, мен өзім айтпадым. Рахмет, если өтіп жүрсе. Бұйырса сезонда тағы интервью аласыз ғой. В общем, Жайдарман бұл енді жүректе қалып кеткен не ғой? Ауру ғой енді былайша айтқанда. Жақсы көретін ауру. Бүгін енді жұрттар енді чемпион болып қоштасып жатса, мен бүгін ұшып қоштасып жатырмын. Не болса енді бұйырмаған нәрсе насып жаққа бара алмайсың. Жайдарман саған рахмет. Енді бұл жерді көретін көбісі тусалар ғой. Туса мен сіздерді жақсы көрем. Ал міне құрметті достар, жоғары лигаға іріктеу ойындарының бірінші бөлімі аяқталды. 4 команда өтті. Олардың ішінен бірінші болып Индерский команда, Индерский құрамасы. Одан соң Дежавю командасы, 3-ші топтан Медиум Тарас. Және де 4-ші болып Семей қаласынан Шатыр командасы шақ жігіт болып ойнап, залды жарып тастап. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Кірген командаларды құттықтаймыз, кірмегендерге ешқандай мойымаңыздар. Бұйырса сезон келесі маусымдарда немесе басқа лигаларда өтетін боламыз. Сәттілік. Баршаларыңызға көп рахмет. Каналға тіркелейік, лайк қойайық, комментарий жазайық, достарыңызбен бөлісейік. Осы каналдың дамуына барынша атсалысыңыздар. Жайдарман лайв жобасы қайта жанданады. Бұл маусым бойы соңына дейін сіздерге осылай сахнаның сыртында қызықтарды, эмоциялардың барлығын көрсететін боламыз. Рахмет.